Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен небәрі 30 минутта дайын болатын өте жұмсақ әрі дәмді үй кекстерінің ең оңай рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құйып араластырып аламыз. Енді оның үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрых етелімізді және бір пакетик осындай ванилинімізді салып, қасықпен осылай араластырып аламыз. Енді массамызға 2-3 бөлікке бөле отырып, іртіп қалмайтындай етіп араластырып алатын боламыз. Екінші бөлігінде салып, осылай араластырамыз. Бізде осындай бір текті масса шығады. Енді осындай пакетикке салып, немесе ас қасықпен 2 ас қасықтан формамызды толтырмай салсаңыздар болады. Табамызға осылай формаларымызды қойып, жаңа массамызды осы формамыз толмайтындай етіп құйып шығамыз. Қалауыңызша осылай мейізден немесе шоколадтан қоссаңыз болады. Кекстеріміз дайындап алдық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Кекстеріміз дайын болды. Енді суығаннан кейін формамыздан аламыз. Біздің 30 минутта дайын болған жұмсақ та дәмді үй кекстеріміз дайын болды. Егер осындай оңай әрі дәмді рецептер ұнаса, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және пікірге өз ойыңызды жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.